Атырауда 2 айға төтенше жағдай жарияланды. Қала маңындағы Жұлдыз 1 ықшам ауданының тұрғындары жергілікті биліктің табалдырығын тоздырып жүріп, әрең дегенде қол жеткізді. Олар сасық судың үстінде отырғанын айтып, талай мәрте шағымданған. Мұнда кәріз жүйесі мүлдем жоқ. Жер асты суы көтеріліп, аула түгілі еденнің астына тіреліп тұр. Төтенше жағдай жарияланғанымен мәселе шешіле ме? Тілшіміз баяндайды. Жер үй салып қоныстанғанына 20 жылға жуықтаған Жұлдыз 1 ықшам ауданы халқы тыныш ұйықтаудан қалған. Баспанасының қабырғасы жарылып, сыз тартқаны былай тұрсын, еденді көтерсе астынан су шығатынын билік өкілдеріне талай көрсеткен. Құлағалы тұрғандары да бар. Бірақ шығарып салма жауаптан қажып, әкімдікті сотқа берген. Тіресіп жүріп, төтенше жағдай жариялауды талап еткенде өздері. Жер берілгенде бүкіл инфрақұрылыммен бірге свет, су, телефон, газ бәрін қосты ғой. Жол қосу керек та. Адамға өмір сүруге жағдай жасау керек. Солай ма? Судың кірісін жасады. Шығысын неге ол 30 жылға дейін халық күту керек? Халық өз күшімен мына суды түсіре алмайды ғой. Қанша тарттырса да осы біз әліміз келмейді оған. Сондықтан да біз ЧС жариялауын талап етіп тағы шықтық. Жер асты суының көтерілуіне тұрғын үйлер ауласындағы түбітесі септиктер әсер етіп тұр. Кәріз жүйесі болмаған соң тұрғындар осындай айлаға барған. Мамандар бүгінде қауіп төнген аумақтың көлемі 21 гектардан асқанын айтады. Онда 200-ден астам участке бар. Қала билігі мамандармен ақылдасып, эксперимент ретінде 4 метрлік тереңдікке ине сүзгі орнатқан. Тәулігіне 100 тоннадай жер асты суын шығарып жатыр. Уақытша болса да, қазір уақытта бұл жұмысты шұғыл түрде жасап жатыр. Әрі қарай бізде бүгінгі күні жобалық сметалық құжаттама жасақталуда. Кәріз жүйелерін жүргізу бұйырса маусым шілде айында мемлекеттік сараптамадан шығу күтілуде, мердігерлер аяқтағаннан кейін. Содан кейін сол жұмыстар ақша бөлініп басталатын болады. Атқамінерлердің өзі бұл жобаға қанша қаржы кететін дөп басып айта алмай отыр. Нәтижесіне де сенімсіз. Ине сорғының санын 30-ға жеткізіп, жер асты суын түсіргенше сорып, тоқтатамыз дейді. Ал гидрогеологтар кәрізбен бірге дренаж жүйесі үздіксіз жұмыс істемейінше мәселені шешу мүмкін еместігін айтады. Дренаж жүйесін салмадық делік. Тұрғындар не істейді? Ол ана өздерін септикті дренаж құдығы қылып, өз жердің деңгейін, суының деңгейін сүру үшін, соның суын алып барып канализацияға, анау ащы су. Яғни біздің су тазалау қондырғысына қойған бір мақсатымыз орындалмайды. Алайда қала әкімінің орынбасары күн тәртібінде дренаж жүйесін салу мәселесі тұрған жоқ деп ашық айтты. Әзірге сметалық құжаттама кәріз жүйесіне дайындалуда. Ине сүзгілерді орнатудың өзінде де кедергі көп. Ауыл ішілік жылу, су құбырлары, электр желісінің арасынан бос орын табуда қиындық тудырып тұр. Тұрғындар зорға қол жеткізген төтенше жағдай нәтижелі бола ма? Ол уақыт еншісінде. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау.